Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен Гүлназ Сәбитқызы, гинеколог, эндокринолог және косметолог маманымын. Бүгін бізде эфирде токсикозды не істейміз, қалай анықтаймыз, қалай емдейміз, осы жөнінде айтатын боламыз. Жалпы токсикоз дегеніміз ол біздің ағзамыздың интоксикациясы, біздің ағзамызға токсиндеріміздің көбеюі, оның сыртқа шығуының нашарлауы. Мысалға біз күнделікті тағамданған кезде, немесе сыртқа қандай да бір факторлардан, мысалға ауадан келетін болса, қандай да бір химиялық заттардан болсын, тағамдардан болсын, солардың қалдықтары, немесе солардың барлығының қорытындысы біздің ағзамыздан шығып отыру керек. Бізді жалпы біздің ағзамызда осы детокспен, детоксикациямен айналысатын ағзалар, ол бізде бауыр, бүйрек, тері дейміз. Егер де осы ағзалардың қызметі нашарласа, онда біздің ағзамызда токсикоз болуы мүмкін, немесе интоксикация болуы мүмкін. Міне жүктілік кездегі токсикоз. Бізде осы процестің бәрін жақсартуымыз үшін біз дер кезінде дұрыс тамақтануымыз керек, спортпен шұғылдануымыз керек, дәрумендер қабылдауымыз керек. Егер де біздің ағзамызға дәрумендер жеткіліксіз болатын болса, кальций дейміз, магний дейміз, темір дейміз, Д витамині дейміз. Егер де ағзамызға осы дәрумендер, осы микроэлементтер, осы жалпы амин қышқылдары, жалпы осы керекті заттар біздің ағзамызға жеткіліксіз болатын болса, біздің ағзамыздың жұмыс істеуі нашарлайды. Соның нәтижесінде сырттан келетін факторлерге, ол мысалға жүктілік болсын, қандай да бір вирус болсын, қандай да бір микроорганизмдер болсын, біздің ағзамыз онымен төтеп бере алу керек. Енді токсикозын біз екі деңгейін анықтаймыз: жеңіл және ауыр дейміз. Жеңіл дегеніміз ол жүктілік кезде, егер де сіз күндігіне 7-8 ретке дейін құсатын болсаңыз, біз бұны жеңіл дейміз. Бірақ сонда да міндетті түрде тексеруден өтіп тұру керек. Мочано-кетоновые тела дейміз, биохимиялық анализ дейміз. Міне осы анализдер тексеру арқылы сіздің жағдайыңызды анықтау керек. Сонымен қатар комплексті УЗИ-ге түсу керек. Жаңа айтқан бауырдың, бүйректің, өт жолдарының қызметін қадағалап байқау керек. Екінші, егер ауыр дейтініміз, егер де сіз сол 10-12 және одан да жоғары көп құсатын болсаңыз, бұл ауыр токсикоз дейміз. Ол кезде сіз міндетті түрде ештеңеге қарамай сіз дәрігердің тексеруіне баруыңыз керек, скорый вызывать етуіңіз керек, жедел жәрдем шақыруыңыз керек. Ол жедел жәрдем шақырғаннан кейін сіз стационарға барғасын, сол жаңа мочано-кетоновые тела, бүкіл жаңағы анализдер, биохимиялық қан талдау анализдерін барлығын тексереді. Соған байланысты ем қабылдау керек болады. Ауыр токсикоз кезінде егер ағза қатты интоксикация болып жататын болса, мынау миға да, нерв жүйелеріне де кері әсерін тигізсе, жүктілікті үзуге дейін барады. Жалпы токсикоз кезінде не істеуіміз керек? Жиі тамақтануымыз керек, жылы суды көбірек пайдалануымыз керек, дәрі-дәрмек, именно соның ішінде витаминдерді қабылдауымыз керек. Ал ауыр токсикоз болатын болса, оны тек қана стационарда арнайы тұзды ерітінділерді, ағзаны тазартатын дәрі-дәрмектерді қолдану керек болады. Сол себепті қыздар, біз жүктілікті дұрыс жоспарлаңыздар дейтініміз сол себепті. Витаминдер қабылдаңыз, дұрыс тамақтаныңыз, дұрыс демалыңыз дегендей. Сол себепті, егер де біздің ағзамызда токсикоз көбірек болмасын десеңіз, витаминдерді қабылдаңыз, дұрыс ұйықтаңыз, дұрыс тамақтаныңыз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.